Сәлеметсіңдер ме, 7 сынып оқушылары? Жазықтықтағы тікбұрышты координаталар жүйесі бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың екінші нұсқасын түсіндіретін боламын. Оқушылар қажет болса каналында бірнеше нұсқалары және осы геометрия пәнінен бөлек физика және алгебра пәндерінің БЖБ және ТЖБ талдау сабақтары бар. Каналға өтіп қажетті сабақтарды қарасаңдар болады. Оқушылар бұл БЖБ-да 4 тапсырма беріледі және жалпы балл саны 14-ке тең. Бірінші тапсырмасы: С нүктесі АБ кесіндісінің ортасы егер С 5-2 және А нүктесінің координатасы -7-3 болса, Б нүктесінің координатасын табыңыз. С нүктесі АБ кесіндісінің ортасы. Мұндағы Б нүктесінің координатасын табу үшін кесіндінің ортасын табу формуласын қолданамыз. Яғни ол тең болады. X бізде тең болады x1 қосылған x2 бөлінген 2-ге. Мұндағы x дегеніміз 5-ке тең. x1 минус 7-ге тең. Қосамыз x2-ні. Бөлеміз 2-ге. 5-ке көбейтеміз 2-ні 10 болады. Мұндағы 5-нің астына 1 бар деген сөз. Оны көбейтеміз мына өрнекке. Сонда тең болады минус 7 қосылған x2-ге. Сонда x2 тең болады. Мұндағы минус 7 бізде теңдіктің сол жағына плюс 7 болып ауысады, 10-ға қосылып 17 болады. Y тең болады y1 қосылған y2 бөлінген 2-ге. Енді y дегеніміз бізде 2-ке тең, y1 3-ке тең. Қосамыз y2-ні. Бөлеміз 2-ге. Енді 2-ке көбейтеміз. 2-ні 4 болады. 2-нің астына 1 бар деген сөз. Оны көбейтеміз мына өрнекке. Сонда осы өрнектің өзі шығады. Сонда y2 тең болады. 3 бізде минус 3 болып ауысады, 4-тен азайтамыз 3-ті, сонда 1 болады. Сонда бізде Б нүктесінің координатасы 17-де 1 болады екен. Келесі екінші тапсырмасы, А тапсырмасы. АВ центрі О болатын шеңбер диаметрі егер А нүктесінің координатасы 4 минус 3 және Б нүктесінің координатасы минус 2 1 болса, шеңбер центрінің координатасын табыңыз. Ал Б тапсырмасында А пункті бойынша шеңбер теңдеуін жазыңыз. А тапсырмасы бойынша шеңбердің центрінің координатасын табамыз. Ол үшін мұндағы центр бізде АВ диаметрінің қақ ортасында орналасады. Сонда кесіндінің ортасын табу формуласын қолданамыз. X-терді қосамыз, бөлеміз 2-ге. X1, Y1, X2, Y2. 4-ке қосамыз минус 2-ні. Бөлеміз 2-ге. Сонда тең болады 1-ге. Енді Б нүктесінің координатасын табу үшін Y-терді қосып 2-ге бөлеміз. Y бізде минус 3-ке тең. Қосамыз 1-ді, бөлеміз 2-ге. Сонда тең болады екен минус 1-ге. Сонда бізде О нүктесінің координатасы 1-де минус 1. Енді бізге Б тапсырмасы бойынша осы шеңбердің теңдеуін жазу керек. Ең алдымен негізгі формуласын жазып қояйық. Оқушылар, мұнда бізде А мен Б белгілі, бізге табу керек радиусты. Радиустың квадраты тең ОА мен ОБ-ның квадраттарына. Енді ОА-ны есептейтін болсақ, ОА-ны табу үшін екі нүктенің ара қашықтығын табу формуласын қолданамыз. Мұндағы бізде x1, y1 дегеніміз мінекей мынау санға тең, ал x2, y2 дегеніміз мінекей мынау өрнекке тең. Сонда 4-тен азайтамыз 1-ді, квадраттаймыз, қосамыз, минус 3-тен азайтамыз минус 1-ді.
Мұнда 3 болады, квадраттаймыз 9 болады. Мұнда минус 2 квадраттаймыз 4 болады. Сонда бұл тең болады 13-ке. 9-ға қосамыз 4-ті. Енді радиустың квадраты бізде тең екен 13-ке. Енді мұнда қарып қояқ. X азайтылған 1, Y азайтылған B, B бізде минус 1-ге тең, сонда плюс болады. Тең болады 13-ке. Сонда шеңбердің теңдеуі X азайтылған 1-дің квадраты, қосылған Y қосылған 1-дің квадраты, тең 13. Келесі 3-ші тапсырмасы. Оқушылар мұнда мінекі бізге осындай теңдеулермен берілген екі шеңберді салып, олардың өзара орналасуларын анықтаңдар. Оқушылар мінекі мұнда бізде осындай шеңбердің теңдеуі берілген екен. Осы жерден біз центрінің координатасын жазып қояқ. Мұнда біз O1 деп алайық, иә? Оның координатасы 5 және 3 болады. Ал радиусы 4, яғни ол 2-ның квадраты, иә? 2 деп аламыз. Ал мұнда екінші шеңбердің центрдің координатасы 2 және минус 1 болады. Ал радиусы мұнда 9 екен, ол бізде 3-дің квадраты. Енді осыны салатын болсақ, 5-те 3, мінекі 4-тен кейін 5, 5-те 1, 2, 3. Центрі осында орналасқан. Енді радиусы мінекі 2 тең, 1, 2. Мінекі бір шеңбер сызамыз. Екіншісінің 2-де минус 1, центрі 2-де минус 1, мінекі центрі, ал радиусы 3-ке тең, 1, 2, 3. Мінекі осылай шеңберді орналастырамыз. Мінекі оқушылар олардың өзара орналасуын анықтаңдар деген екен. Мінекі олар не істейді? Сырттай жанасады. Мұнда жазып қояқ. Мұнда жазайық, сырттай жанасады. Соңғы тапсырмасы А, Б, С, Д нүктелері табаны АВ және СД болатын тікбұрышты трапецияның төбелері трапецияның орта сызығы мен ауданын табыңыз. Координаталы жазықтыққа А, Б, С, Д нүктелерін белгілеп аламыз. Оларды қосатын болсақ, тікбұрышты трапеция шығады. Енді бізге табу керек ЕФ-ті, яғни орта сызығын және ауданды. Орта сызығын табу үшін оқушылар екі нүктенің арақашықтығын табу формуласын қолданамыз. Ол үшін ең алдымен Е және F нүктесінің координатасын білуіміз қажет. Оны біз оқушылар кесіндінің ортасын табу формуласын қолданып тапсақ болады, немесе мұндағы мінекі минус 6-та 0, немесе яғни 4-те 0 деп осылай алсақ болады. Енді екі нүктенің арақашықтығын табу формуласын қолданып EF-ті табамыз. Ол тең болады екен мінекі 10-ға. Сонда орта сызығы 10-ға тең болды. Енді аудан табу үшін орта сызығы мен биіктікті көбейтеміз. Мінекі биіктік бізде BG-ға тең. BG-ді табу үшін екі нүктенің арақашықтығын табу формуласын қолданамыз. B нүктесінің координатасы 2-де 3-ке тең, ал G нүктесінің координатасы 2-де минус 3-ке тең. Енді арасын табатын болсақ, яғни осы BG-дің ұзындығын табатын болсақ, ол тең болады екен 36-ға. Ал BG-дің өзі тең болады екен 6-ға. BG-дің квадраты 36, BG-дің өзі 6-ға тең. Енді екеуін көбейтетін болсақ, яғни орта сызығы мен мінекі биіктікті көбейтетін болсақ, ауданы тең болады екен 60-ға. Сонда орта сызығы 10-ға тең болды, ал ауданы тең болды 60-ға. Түсінбеген есептерің болса пікірге жазып қалдырсаңдар болады. Каналға жазылып, лайк басып, жеке өздерінің пікірлеріңді қалдыруды ұмытпаңдар. Сау болыңдар.